Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Мені баласы болмай жүрген анамның әпкесі асырап алған екен. Содан да болар, осы ой менің көңілімнің бір шегін тартып кеткендей болады. Бірақ асырап алды екен деп, аралары суып кеткен бауырлардың ісін құп көрмес едім. Себебі менің бүгінде 2 анам, 2 әкем бар. Өзімді Аллаға шүкір, басқалардан әлдеқайда бақытты санаймын. Осы оқиғаның барысын маған 8-ші сыныпта оқып жүргенімде анам айтып берген болатын. Өйткені тап сол кездері туыстардың балаларынан сені асырап алған, сенің аның тумаған деген жанға жағымсыз сөздерді естіп қалып та жүрдім. Ондай кездері үйге жылап келсем де, анама көз жасымды көрсетуге қорқамын. Анамның қаталдығынан емес, оның жүрегіне қаяу салудан, ренжітуден қаймағамын. Бірақ ата-анам мен ағам бәріміздің ортамызда мұндай әңгіменің боларын мен сол кезден бастап-ақ сезуші едім. Қызым, сен енді кішкентай емессің. Бәрін түсінетін, ес-тияр жасқа келдің. Енді өміріңде неше түрлі жағдайлар кездеседі. Сондықтан соның барлығына дайын болуың керек. Менің сөзімді бөлмей мұқият тыңда. Анама осы әңгімені бастаудың өзі қиын болған сияқты. Күндегідей емес, өңі өзгеше бір түрге енген сияқты. Ол әңгімені сонау арыдан әкем екеуінің таныстығынан бастады. Мен ол кезде техникумды бітіріп, ауылға оралған кезім болатын. Атаң қой бағатын. Көктем кезінде әкеме көмектесіп, төлдеген қойларды бағуға, күтісуге көмектесуші едім. Сол кезде бізге қаладан студенттерді де көмекке жіберетін. Оның арасында бойы ұзын, денелі сенің әкеңде болды. Өзі құрылыс саласын оқып жатса да, қой бағуға деген талабы күшті екенін әкем шай үстінде айтып отыратын. Ол бізге жиі келіп тұрды. Әкеммен жақсы араласып кетті. Оның ата-анасы жоқ екен. Нағашы әжесінің бауырында өсіп, одан да айырылып қалған көрінеді. Сіздерді өз әке-шешемде жақсы көрем. Осы жаққа аяғым өзінен өзі тартып кетеді деп, анама орамал, әкеме қазақша тақия, біздерге тәтті алып, анда-санда келіп тұратын. Ол келсе, әкем өз бауыры келгендей қуанып қарсы алатын еді. Мен оны ұнаттым. Ол да маған көз қырын салып жүрген екен. Тағы бірде келгенде, әке-шешем көрші ауылға қонаққа кеткен болатын. Сол күні түнде ол маған жақсы көретінін айтты. Көп өткен жоқ. Әбіл әкемнің алдынан өттік, маған үйленгісі келетінін айтты. Шешем маған ұрысып жүр. Сен қыз қылтыңдаған боларсың, баламыздай болып кетіп ет деп. Жақсы жігітті кім жек көрсін? Әкем келісімін берді. Сенің әкең мені өзінің немере бауырының үйіне келін етіп түсіріп, кішігірім тойымызды өткізді. Содан соң біз отбасылық жатақханаға кеттік. Жетім жігітте не болсын? Ол оқуын бітірген соң пәтер жалдап, анда-мұнда шапқылап жүрдік. Бірақ біздің баламыз бола қоймады. Екеуміз бірдей жұмыс істеп тапқан ақшамызға оның әкесі тұрған ауылдан кішігірім үйді сатып алдық. Ол міне осы жер болатын. Есік алдына мал бітті, жағдайымыз оңалды, бірақ бас қосқанымызға 10 жыл өтсе де сәби есін ескемедік. Сіңілімнің, Зухра әпкеңнің бала-шағасы үйге келсе, мойнына мінгізіп ойнатқанын, балалармен бақытты болған сәттерін көріп, түнімен Құдайдан бала тілеп жылаушы едім. Бір күні шыдамадым. Мені тастап басқа біреуге үйлен дедім. Оның өмірде ұрпағы қалу керек қой. Шошып кетті. Ендігәрі бұл сөзді айтсаң қатты ренжеймін деп ұрысты. Тура осы кезде Зухра әпкеңнің күйеуі қайтыс болды да, ішіндегі 6 айлық нәрестесі бар екенін естідік. Маған келіп, енді қалай өмір сүремін? Мына 2 балам бар. Құрсағымдағыны қалай асыраймын деп жылағанда, менің кеудемде үміт оты жарқ ете қалғандай еді. Оның етегіне жабыстым. Туа сала маған берші дедім.
Ол басында шошып қалған. Менен ондайды күтпесе керек, бірден жауап бере қоймады. Бірақ анамен ақылдасқан екен. Ол да мақұлдаған көрінеді. Сол сәбиді біз үйге әкелгенде әкеңнің қалай бақытты болғанын білесің бе? Оның жылап жібергенін өмірімде бірінші рет көрдім. Біздің үй нағыз бақыттың базарына айналды. Бақыт боп кірген сәби сенің ағаң, менің үлкен ұлым Бақытжан болатын. Бақытжан алақанымызда өсті. Оның әрбір қылығы, сөзі мен әрекеті үшін әкең екеуміз жанымызды беруге даяр едік. Уақыт зымырап өтіп жатты. Зухра әпкең тағы да тұрмысқа шыққан болатын. Күйеуі Айтбай жездеңнің тамаша кісі екенін өзің де білесің. Осылай жүріп, Бақытжан ағаңның қалай 5 жасқа келгенін де білмей қалыппыз. Ол бір күні үйге жылап келді. Менің неге інім жоқ, немесе қарындасым жоқ, бөпе әкеліп беріңдер маған деп. Әкең екеуміз бір-бірімізге қарадық. Тағы да менің ойыма Зухра әпкең түсті. Ол тағы да 2 сәбиді өмірге әкеліп, үшіншісіне аяғы ауыр болатын. Әкеңе айтып едім, мақұлдағандай болды. Сонымен не керек, Бақытжанды көтеріп әпкеңнің үйіне бардық. Балаларды ұйықтатып тастап ойымызды айттық. Басқадан алғанша өзінің туған бауырынан алайық деп. Бәрін жасырмадық. Жездең жақсы кісі ғой, тез келісті. Тек Зухра әпкеңнің жылап қалғаны болмаса. Содан соң ол да, адам алдында да, Құдай алдында да осы балам сенікі деді. Міне, осылайша өмірге сен келдің. Бақытжан ағаңа бөпе әкелеміз дегенде қандай қуанды десеңші. Сені қызғылт бантигі бар ақ көрпеге орап әкелгенімізде, менің қарындасым қандай сұлу, кірпігін қарашы мама деп таңданған болатын. Міне, осылай біз сені Зухра әпкеңнен алғанбыз. Ол үшін бізді жазғырсаң да, ренжісең де болады. Бірақ жаман атана болсақ кешір. Ағаңа да өсе келе бәрін айтқанбыз. Ол сен жайлы да білет. Ал енді қызым, сен бәрін білесің. Осыны айтып жылап қалған анамды аяп, жанымды қоярға жер таппай кеттім. Мен үшін өмірде көргенім де, сүйгенім де тек осы ата-анам еді. Екеуміз әбден жыладық. Көп қызықтарды айтып күлістік. Әкем кешкісін жұмысқа келгенде мойнына асыла кеттім. Менің сіздерден басқа әке-шешем жоқ деп сыбырлаппын құлағына. Әкем басында тіксініп қалған, анам көзін қыстау деймін, бұрынғысынша арқалап лақтырып ойнап кетті. Маған тағы бір ауыр тигені осы әңгімеден соң Зухра әпкеммен кездесу болатын. Енді маған көшедегі ойын балаларының, ауылдағы сыпсың сөз тарататын әйелдердің сөзі түкке тұрмайтын. Оны енді қалайша сыйласам екен деп сұрақ тұрды санамда. Ол келсе, үйден қашып кететіндей күй кештім. Бірақ олай болмады. Зухра әпкем біздің үйге жиі келіп жүріп, маған ешқандайда ерекше ықылас көрсетпепті. Ағама да. Байқап отырсам, біздің барымызды ұмытқандай сыңайлы екен. Бақытжан ағамның туған күніне орай туыстарымыздың барлығы келетін болды. Сол күні мен ерекше сезімде жүрдім. Ағамды құшақтаймын, әкемнің бетінен сүйіп, анамның көкірегіне бетімді қоямын. Мына қызға не болды өзі деп күледі олар. Зухра әпкем көліктерінен түсіп келе жатқанда жүгіріп ішке кіріп кеттім. Амандасуға дәтім бармады. Анам оны байқап қалды. Оны мен отырған бөлмеге жіберіпті. Менің бәрін білетінімді айтқан болу керек. Ол бөлмеме кіргенде көзінде жас бар еді. Айзат-ау, қалайсың жаным? Кешірші мені. Әпкемнің отбасы шайқалмасын деп. Бала тапқандық емес, баққандыкі. Құдай алдында сені қызым деуге уәде бермегенмін жаным. Маған да оңай болды дейсің бе? Мұндай оқиғаны қазір мен тек сериалдардан ғана көремін. Ол кезде не айтқаным да есімде жоқ. Әйтеуір анам кіріп үшеуміз ебіл-дебіл жылағанымыз есімде. Кейін Айтбай жездем, яғни менің туған әкем келіп, әй болды қойыңдар, онысын ес дегенде бар есімізді жидық. Осыдан соң мен Айтбай жездемді де, Зухра әпкемді де жақсы көріп кеттім. Мектеп бітіргенде олар маған кешке киетін керемет көйлек пен туфлиді сыйға тартты. Оның ол кезде өте қымбат тұратынын да білемін. Мен тек бүткіл мектеп емес, ауданымыздағы ең әдемі көйлекті қыз болған шығармын. Кейде әкем мен анам олардан мені қызғанып қояды.
осы біздің қызымыз біреулерге қыз болайын деп жүрген сияқты ма десе, мен бастапқыда ұялып кетуші едім. Кейін оларды әзіл екенін де ұқтым. Ондайда екеуін де қатты жақсы көріп кетем. 10 жыл бойына перзенті болмай күту деген, содан соң басқа біреудің перзентін бауырына салып бағу деген жас кезімде менің санама сыймайтындай жағдай еді. Қазір өмірімді көре келе бәрін де түсіндім. Перзент үшін аспандағы айды алып, күнге күйіп жатсаң да қаймықпай қол созады екенсің. Қазір тұрмысқа шықтым, 4 балам бар. Аллаға шүкір, күйеуім де жақсы адам. Оған өз өмірімнің сан қырлы қатпарларын бүге-шігесіне дейін қалдырмай айтып бергенмін. Ол болса, менің 2 қайын жұртым бар екен ғой, керемет деп әзілге айналдырып күліп жіберетін. Расында, қазір менің 2 төркінім бар. Туған ата-анамнан тараған бауырларым да мені өз қандары екендерін де біледі. Сондықтан көңіліме қарап сөйлеп, қиналғанда көмек қолын созуға дайын тұрады. Ал өз ағам болса, мен үшін жанын беруге даяр. Тіпті жеңгем де солай. Еркем деп асты үстімізге түсіп құрметін ерекше жасайды. Мұның барлығы да алдымен Алланың берген санасы мен иманының, содан соң ата-анамыздың тәрбиесінен деп білемін. Егер ата-анамыз бір-бірімен ұрысып, болмашыға араздасып жатса, қос анам бір-бірінен қызғанып, соған бола араласпай қойса, 2 әкемде бірі бала бергенін, екіншісі алғанын әңгіме етіп, міндетсініп отырса, онда біздің бүгінгі күйіміз жақсы болмас еді. Бала арасында баққандікі ғой, бірақ тапқан жанды да ойлау қажет деп ойлаймын. Иә, мен үшін мені тәрбиелеген анам әлемнен артық. Бірақ мені өмірге әкелген жанды көргенде оған деген ерекше сезімімнің бар екенін де жасырмаймын. Бұл да болса анамның сезімтал етіп тәрбиелегенінің арқасы болар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.